Шұғаның белгісі. Кейіпкер Шұға. Ол қара көзі ару, ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілтек дегенің не екенін білген бала емес, сөйлеген сөзі жүрген жүрісі қандай бір түрлі еді. Әбдірахман Қазақбайдың баласы, еңбекқор, сауаты бар мұғалім. Айнабай, ел арасында от жаққан адам. Тінбек, Шұғаның әкесі, уәдесіне берік адам. Шығарманың басталуы, Бейімбет Майлиннің және Қасымның жолға шығуы. Шығарманың дамуы бір байдың 4 ұлы болыпты. Оның арасында жалғыз Шұға атты қыз жүрген. Жол бойы сол қыздың келбетін суреттеген. Шығарманың байланысы, Есімбектің ауылына Әбдірахман деген Қазақбайдың ұлы келеді. Ол қалада учитель болып істеген. Шұға және Әбдірахман бір-бірімен көріскен кезде бір-біріне ғашық болып қалады. Ауылда Алтыбақан болып көріседі. Шығарманың шиеленісі, ауылда Айнабай деген кісі болыпты. Ол